Барлықтарыңа сәлем. Бүгін бізде термодинамикада ең қиын осы ыбырыз тарихында бір есептелген болатын. Ол бізде мына бір екі цикл, яғни қандай көріп тұрғандарындай суретте бір атомды идеал газдың тұйық циклі көрсетілген пәкінің қатынастарын анықтаңдар. Яғни қанда бізде мына бірінші циклдің пәгінің екінші циклдің пәгіне қатынасын сұрап тұр екен. Енді біз бұдан не істейміз? Біз обычный бір есептерді білеміз, ол тек қана 4 бұрыш болсын, 3 бұрыш болсын келе беретін еді. Ал бұл жерде сендерде 2-3 бұрыш. Оны қалай шығарамыз? Бірінші қадам, сендер бір циклды бірінші болып қабылдауларың қажет. Ол қайсысы? Біз 1, 2 және 3-ші циклды қарастыратын болсақ, яғни қанда жоғарыға қарай, неге жоғарыға қарай, 2-ден 3-ке қарай, 3-тен уже 1-ге қарай түсетін циклды қарастырамыз. Енді бұл жерде көріп тұрғандарындай, бізде негізгі пайдалы жұмыс бізде не еді? Ол сендерде мына бір үшбұрыштың ауданы еді. Үшбұрыштың ауданы бұл сендерде пайдалы жұмыс болып табылады, осы бір циклдің. Енді оны анықтайық. Pero бұл бізде А пайдалы деп қойын. А пайдалы. А пайдалы не? А пайдалы сендерде ол тек бұрышты үш бұрыш болған себепті оның ауданын таба саламыз. 2-ден 1. Мына бір қабырғасын қарайтын болсақ, ол 2 P0 мен P0-дің арасында ол сендерде P0 болады. Мына бір қабырғасы ол 2 V0 мен V0-дің арасында ол сендерде тоже V0 болады. Сонда бізде 2-ден 1 P0 V0 деген біздің пайдалы жұмысымыз шығады екен. Пайдалы жұмыс шығады. Енді біз пәктің формуласын білеміз, пәк ол не только пайдалы жұмыс. Пайдалы жұмыстың осы бір циклде алған жылу мөлшеріне қатынасы. Именно бізде алған жылу мөлшеріне. Енді жылу мөлшерін қай жерде алады дейтін болсаңыздар, бізде қай жерде температурасы артып жатыр, қай кезде температура артады, сол кезде жылу алады деген сөз екен. Алады. Енді қарасақ бізде 1 мен 2-ші процесте бізде изохоралық, но бірақ 1 мен 2-де деп қойын. 1 мен 2-де бізде V тең болады константа. Бірақ та біздің қысым артып жатыр ғой. Қысым артқан себепті біздің температурамыз артады, дұрыс па? Сол себепті бұл бөлікте жылу алады. Ал енді екінші процесс ол 2 мен 3. 2 мен 3-ті қарастыратын болсақ бізде, ол кезде сендерде қысым тұрақты, яғни P тең константа. Ал көлем артып жатыр, ол кезде біздің температурамыз да артады екен. Сонда осы екі бөлікте біз жылу алады деген сөз. Енді жылу мөлшері ол сендерде Q1-2 мен Q2-3-тің қосындысы деп алатын болсақ, 1 мен 2-ші процесте изохоралық болған себепті оның жұмысы болмайды. Сол себепті ішкі энергиясы деп алсақ та болады. Ішкі энергия 1 мен 2 қосылған А2 мен 3 қосылған дельта U 2-де 3. Енді біз былай алсақ жеткілікті. Мына бір екі ішкі энергияның қосындысын сразу бір қылып алсақ, ол қалай десеңіздер, ол А2 мен 3-тің жұмысын қосасыңдар дельта U 1 мен 3-тің ішкі энергияларының өзгерісіне. Сонда бізде жалпы Q-іміз ол А2 мен 3 қосылған дельта U 1 мен 3 бола салады екен. Сонда енді оны жеке-жеке анықтайтын болсақ, А2 мен 3 ол изобаралық процесс болған себепті 2-ден 3-ке өткен кезде ол сендерде жай ғана P0 дельта V десек болады. Яғни бұл жерде P0-дің орнына бастапқы қысымы екінші процесте ол 2 P0 болған себепті біз 2 P0-ды көбейтеміз дельта V, яғни қанда 2 V0-дан бізде қараңыздар. 2 V0-дан азайтатын болсақ V0-ды, ол сендерде жалпы V0-дің өзі қалады ғой. Сонда оған қосамыз 2-ден неше? 1 атомды деп жазған себепті 2-ден 3 көбейтілген ню, R. Енді қараймыз, температуралар. Бізде бірінші нүктеде оның температурасы Т1 деген температура, Т0 деген температура болсын. Екінші нүктеде қарасаңдар, изохоралық процесс болған себепті қысым 2 есе артып тұр, оның температурасы 2 есе артады. Яғни қанда біздің Т2 процесімізге ол 2 Т0 температураға тең болады. Ал енді үшіншісін қарайтын болсақ, Т3 тең болады. Ол кезде қысым тұрақты, көлеміміз 2 есе артып тұр, сол себепті мына жақта 4 Т0 деген температураны алады екен. Сонда өзгерістерін сразу анықтай берсек болады, енді. Яғни нью R бізде 1 мен 3-тің процесінің арасында біріншісінікі Т0, мына жақта 4 Т0 болса, оның өзгерісі азайтындысы 3
т нолевой бола салады екен. Сонда бізде енді мен new r т нолевойды қараңыздар. new r т нолевойды мен теңестіре аламын p нолевой v нолевойға. Сол себепті мен ішкі энергияның new r т нолевойын өзгертіп жасам да болады. Өйткені q тең болады сонда 2 p нолевой v нолевой қосылған 4,5 p нолевой v нолевой деп. Сонда менде 6,5 p нолевой v нолевой шығады екен. Бұл біздің бірінші циклдың алған жылу мөлшері. Сонда қарайық. Біз біріншінің пәгін анықтайтын болсақ енді, пәк 1, 2, 3 деп қойын. 1, 2, 3, 1 деп қоя салайын қасына. Или 1, 2, 3 деп қоя салайық. А пайдалы бөлінген А немесе Q дей салайық сразу. Қарасаңыздар 0,5 p нолевой v нолевойды бөлетін болсақ біз 6,5 p нолевой v нолевойға ол бізде қанша шығады? P нолевойлар барлығы қысқарып кетеді. 0,5-ті бөлетін болсақ 6,5-ке ол 0,0 77. Бұл бізде бірінші пәгіміз. Ал енді қараңыздар. Бізде дәл осындай алгоритм арқылы біз екінші мына бір төмендегі тұрған циклдың пәгін анықтайды екенбіз. Яғни қанда оныкін мен де тоже маркермен сызып қояйын. Ерекшелем қызылмен сызып қояйық. Ол сендерде аудан мына бір екінші үшбұрыштың ауданы. Ол сендерде мына бір екінші процестің пайдалы жұмысы болып табылады. Бұл сендерде екінші жұмыс, екінші циклдың пайдалы жұмысы. Ол да сендерде енді ауданды анықтайтын болсаңдар, 2-3 бұрыш бірдей болған себепті оның пайдалы жұмыстары бірдей бола береді да. Сондықтан біз 0,5 p нолевой v нолевойды алсақ болады. Немесе мына бір үшбұрыштың тағы да ауданын анықтасаңдар, сол 0,5 шығады жалпы. Енді ол кез біз одан бұрын енді екінші процесс кезінде қанша жылу алғанын анықтауымыз қажет. Оның графигі мынандай болып тұр, қараңыздар. Мынау бізде бұның v-ға тәуелді графигі ғой. Мына жақта 2 v нолевой болсын, мына жерде v нолевой болсын. Мына жақта p нолевой болсын. Мына жақта 2 p нолевой. Ол мына бірден бастап ол мына жаққа қарай артып жатыр ғой. Көріп тұрсыздар ғой, мынау 1 деген процесс, мынау 3 деген процесс. Осы екінші заттың, екінші циклдың осы 1 мен 3 деген процесінде ғана ол жылу алып тұр. Ал қалған бөліктерінде жылуды беріп тастап тұр, жылуды шығарып жатыр. Сол себепті қалған 2 бөлікті алмайсыздар. Тек қана 1 мен 3 аламыз. Сонда Q 1 мен 3 ол сендерде оның жұмысы да бар 1 мен 3 деген, және де оның бізде ішкі энергиясының өзгерісі де бар 1 мен 3 деген. Енді ол изобаралық процесс емес, но бірақ бұл жерде көлем артып жатқан себепті, қысым артып жатқан себепті оның температурасы тартады. Сол себепті біз толық жайтты қарастыруымыз қажет. Енді 1 мен 3-те жұмыс дегеніміз ол не дейтін болсаңыздар, ол мына бір бөліктің ауданы жалпы. Мына бір бөліктің ауданы. Мына бір бөліктің ауданы ол сендерде жұмыс болып кетеді. Осы бір процестің жұмысы болып кетеді. Сонда оны ауданын анықтайтын болсақ, қалай анықтаймыз? А 1 мен 3 ол сендерде бастап мына жақтың табаны бар ғой. Трапеция деп алатын болсақ, p нолевой деген табаны бар. Мына жақтың екінші табаны бар. Ол сендерде плюс 2 p нолевой бөлінген 2 көбейтілген біздің мына бір биіктігіміз бар. Биіктік ретінде оның көлемнің өзгерісі ретінде алсаңыздар болады, яғни v нолевой. Сонда қарайық. Ол сендерде 1,5 p нолевой v нолевой деген өрнекті шығарып берді. Ол 1 мен 3 процесте жасаған жұмыс болып тұр екен. Енді оның ішкі энергиясын қалай анықтаймыз? Ішкі энергия 1 мен 3. Ол сендерде 2-ден 3 нью r дельта t 1 мен 3 арасында. Ол тоже сендерде 3 т нолевой болады ғой, өзгерісі. Сол себепті мына жақта 4,5 p нолевой v нолевой деп жазсақ болады. Сонда екеуінің қосындысы 1,5-ке мына бір жұмысымызға қараңыздар. Мына бір жұмысқа біз мына бір ішкі энергияны қосатын болсақ, ол сендерде жалпы жылу мөлшеріміз ол нешені береді? 6 p нолевой v нолевой деген санды береді екен. Сонда қарайық. Сонда біз енді оның пәгін анықтайтын болсақ, пәгін анықтайық енді. Пәк 1, 3, 4 деп қойын. Ол сендерде осы 0,5 p нолевой v нолевойды
бөлесіңдер 6 по нолевой во нолевойге. Сонда пәк 1, 3, 4, 1, 3, 4. Осы жерде қаншаға тең болады? 0,5-ті бөлемін 6-ға. Осы жерде 0-де 0, 0-де 0, 83 деген санға тең болады екен. 0-де 0, 83 деген. Сонда енді мен мына жерде екеуінің қатынасын алатын болсам, қарайық. Біз қай жаққа жасақ болады оны? Мына бір жоғарыға жазып кетейін. Пәк 1, 2, 3-тің қатынасы пәк 1, 3, 4-ке. Ол сонда 0-де 0, 77-ні бөлетін болсақ 0-де 0, 83-ке. Ол бізде нешеге тең болады? 0-де 0, 77-ні бөлеміз 0-де 0, 83-ке. Осы жерде 0,192 деген санды бере салады екен. Яғни айтқанда бізде мына бір С жауабы дұрыс деген жауап екен. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Қайыржан ағай, және келесі кездескенше.